Сәлем достар, сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі. Бүгін сіздерге балалық шақты еске салатын өте дәмді және үлпілдеген плюшкиді қалай жасау керектігін көрсететін боламын. Барлық ингредиенттер төменде көрсетілген. Ең алдымен апарасын жасайтын боламыз. Оған бізге қажетті ысқылтым сүт, шекер және дрожжи. Осы үшеуін жақсылап араластырып 10 минутқа тыныштыққа қоямыз. Сол кезде бізде үстінде шапка пайда болады. Яғни апарамыз дайын деген сөз. Қараңыздар достар, мінекей апарамыз дайын болды. Енді осы дайын апарамыздың үстіне бір дана жұмыртқамызды және микроволновкада ерітілген сары майымызды құйып жақсылап араластыратын боламыз. Содан соң плюшкиімізге хош иіс беретін ванилинді ұмытпаңыз. Жарты шай қасықтай салсаңыз жеткілікті. Және жақсылап араластырып, ендігі кезекте електен өткізілген ұнымызды салатын боламыз. Ұныңыздың барлығын бірден салмаңыз. 2-ге немесе 3 бөлікке бөліп салғаныңыз дұрыс. Себебі ең алдымен қасықтың көмегімен, содан соң қол көмегімен өте жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды және өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Мінекей қамырымыз дайын, өте жұмсақ болып шықты. Енді осы қамырымызды 1-1,5 сағатқа тыныштыққа қоятын боламыз. 2-3 есе көлемде көтеріледі. Мінекей қамырымыз да дайын болды, өте жұп-жұмсақ болып шығып жатыр. Енді осы қамырымызды ыңғайлы ету үшін ең алдымен 2 бөлікке бөліп алып, содан соң керекті мөлшерде кішкене бөлшектерге бөліп аласыз. Менде 10 бөлікке бөлінді, яғни бірдей етіп, осы тестінің көлемінде 10 бөлшек шықты, яғни 10 плюшка шығатын болады деген сөз. Осы бөлшектерімізді ендігі кезекте ыңғайлы етіп, осылай дөңгелетіп алатын боламыз. Содан соң 10 минуттай тыныштыққа қойып, және көтерілуге уақыт береміз. Содан кейін ғана барып оқтаумен жаюға кірісетін боламыз. Мінекей 10 минуттық тыныштықтан кейінгі қамырымызды жаюға кірістік. Осылайша көлемді етіп жайып шығамыз. Содан соң сұйық маймен сылайтын боламыз. Мінекей осылай молынан етіп сұйық маймен сылап шығамыз. Содан соң 1 шай қасықтың көлемінде шекерімізді барлық жеріне себелеп шығамыз. Шекерді себелеп болғаннан кейін, осылайша түтікше ретінде орап, ортасынан бөгетін боламыз. Содан соң пышақтың көмегімен кесіп, жүрекше тәріздес форма береміз. Барлығы видеода анық және түсінікті көрсетілген. Осылайша пышақпен кесіп, ортасын ашқан кезде біріктірілген жерлерін астыңғы жағына жіберуге тырысыңыз. Себебі піскен кезде ашылып кетіп, әдемі көрінбеуі мүмкін. Осылайша барлық бөлшектерді жүрекше формасына келтіріп шығатын боламыз. Мінекей, форма берілген плюшкаларымыз дайын болды. Енді және тағы көтерілу үшін 15 минутқа тыныштыққа қоямыз. Мінекей, әдемі болып көтерілді. Содан кейін ғана барып, беткі жағына жұмыртқаның сарысы мен сүт араласқан қоспаны жағып шығамыз. Себебі пісу барысында әдемі қызыл түс беретін болады. Барлығын жағып шыққан соң, 180 градуста қызып тұрған пешіңізге бар жоғы 20-25 минуттай салып алсаңыз болғаны.
Егер сіздің қамырыңыз жұмсақ, жақсы иленген болса, 10 минуттан кейін-ақ осылайша әдемі болып көтеріледі. 20 минуттың ішінде менің плюшкаларым дайын болды. Достар, қараңыздаршы, түсі де, көлемі де өте керемет болып шықты. Ал дәмін айтсаңызшы, сондай жұп-жұмсақ. Сіздер де жасап көріңіздер.